Қайырлы күн достар. Бүгін кабачки, сәбіз, қызанақ, пияз қосып, қыста сақтауға болатын икра дайындайтын боламыз. Әуелі кастрөлге май құйып, пиязды қуырып аламыз. Содан соң сәбізді саламыз. Араластырып отырып, үстінен кабачкиді қосамыз. Үстінен тұз себеміз, бұрыш қосамыз. Одан кейін блендерден өткізген қызанақты салып араластырамыз. Етін толық жабатындай су құямыз. Қақпағын жауып, баяу отта 40 минуттай қайнатамыз. Содан соң блендерді алып, кастрөлдегі көкөністеріміз массаға айналғанша еземіз. Дайын массаны стерилденген банкаларға құйып, қысқа сақтаймыз. Міне достар, дәмді қыста сақтауға болатын кабачкиден икра дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.